Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы C# тіліндегі бір өлшемді массив. Массив ортақ атаумен біріктірілген бір типті деректер жиынтығы. Мына мысалды қарастыратын болсақ, ұяшықтар жиынтығы бірінші индексі 0-ден басталып, массив ұзындығы алынады. Және де А деген атау беріліп, осында барлық элементтер сақталады. Массив ұзындығы дегеніміз бұл ұяшықтар саны. Массив құру үшін мына синтаксисті қолданамыз. Бірінші типін көрсетеміз. Бұл массивтің ішіндегі барлық мәліметтер бір типте болуы керек. Ары қарай бос квадратты жақша, келесі массив аты тен, new кілттік сөзі, типі, бұл тип бастапқы берілген типпен сәйкес болуы қажет, және квадратты жақшаның ішінде массив өлшемі. Яғни қанша ұяшық саны болуы керек екенін көрсетеміз. Осы мысалда бізде array атты бүтін типті 10 элементтен тұратын массив құрылды. Мұнда массивтермен қандай әрекеттер жасауға болатынын қарастырайық. А атты 6 элементтен тұратын массив құрайық. Бізде 6 ұяшық бар. Мінеки көріп тұрсыздар 6 ұяшықты. Және де олардың индекстері 0-ден 5-ке дейін. Және біз бір элементті, яғни әр ұяшықтарға мәнді индексі арқылы жазамыз. Индексі арқылы массивтен оқимыз. Бұл жерде массивтің 0 индексіндегі ұяшығына мән беретін болсақ, массивтің атын, квадрат жақшаның ішіне ұяшық индексін және қандай мән беретінімізді көрсетеміз. Яғни А квадратты жақшаның ішіне 0, тен 5, 0 индексіндегі массивке 5 санын жазады. А4, 3 дегенімізде, яғни А атты массивте 4-ші индекске 3 деген санды жазатын боламын. Және де біз массивтен индекс арқылы массив элементін оқи аламыз. Бұл деген осы массивтен мәнді шығару дегенді білдіреді. Егер де, мысалы қараңыздар, int дегеніміз бүтін тип, b айнымалысына А массивтің ішіне 3-ші индекске мен бір қандай да бір мәнді оқи аламын осы жолмен. Және де, егер де біз жоқ индекске мән берсек, бізде программа қате шығады. А атты массивтен 6-шы индекске 10 санын жазатын болсақ, ол бізде 6-шы индекс жоқ, сол себептен қате деген мәнді шығарады. Және де жоқ индекстен сол себепті жаңағыдай алатын болсақ, 8 деген мәнді, бізде тағы да 8 атты индекс жоқ, программа қате шығаратын болады. Айтып өткенімдей, массив ұзындығын таба аламыз. Ол үшін массив аты нүкте, length сөзін қолданамыз. Мына есепті шығарып көрейік. Бізге массив саны берілген. Осы сандардың ішінен максимум саны мен максимум индексін табу қажет. Сандар саны 8 және сол сандардың өзі берілген. Осы берілген сандардың ішінен максимум саны мен сол санның индексін табу қажет. Және де индекстері олардың 0-ден 7-ге дейін берілген. Бұл жердегі сандардың ішінен максимум 8 саны және осы максимум индексі 4 болып келеді. Сонда бізге экранға 8 және 4 деген мәндерді шығару қажет. Программа кодын жазатын болсақ, бізде бүтін типті numbers атты массив бар. Max атты, яғни максимум, бүтін типті айнымалы бар, оның ішіне массивтің бірінші элементі сақталады. Егер барлық сандар осы элементтен үлкен болса, онда максимум дұрыс болып келеді. Егер қандай да бір мәні кіші болса, максимум жаңартылады және де индекс max 0-ге тең. Себебі ағымдағы максимум массивтің бірінші элементі болғандықтан, оның индексі 0-ге тең.
Ары қарай екінші элемент арқылы өтеміз. Яғни индексі 1-ге тең және ұяшық соңына дейін салыстырады. Неге екінші элементтен бастаймыз десеңіздер, себебі бірінші элементті біз ағымдағы максимум ретінде қарастырдық. Келесіде әр массив элементтердің numbers айды максимуммен салыстырамыз, макспен, яғни егер numbers ай үлкен болса, максимумды жаңартамыз. Сонымен қоса индекс максты де жаңартып отыруымыз қажет. Оның индексінде міндетті түрде жаңартып отырмаса, бізде қате шығатын болады. Барлық сандардан өтіп, барлығын салыстырып болғаннан кейін, максимум саны мен максимум индексін экранға шығаратын болады. Осы мысалды Visual Studio'да орындайтын болсақ, ол үшін мен Visual Studio'ны ашамын және кодты жазамын. Мен сіздерге түсіндіріп өткен код, яғни ең бірінші біз қанша сан енгізілетінін жазуымыз қажет, пайдаланушы өзі енгізеді, қанша сан енгізу қажетін санды, және де осы санды сақтайды, барлық енгізілген жолды сақтау, және енгізілген жолды жаңағыдай бос орындар бойынша бөліп массив ішіне сақтайды. Ары қарай кодты мен сіздерге бағана түсіндіріп өткен болатынмын. Тексеріске жіберетін болсақ, программа жүзеге асырылды. Яғни программа жұмыс істеп тұр. Маған 8 санды енгіземін. Соның ішінен сандар 3, 5, 2, 1, 8, 2, 4, 5 деген сандар. Осы сандардың ішінен маған максимум саны мен максимум индексін шығарып беру қажет. Яғни программа жүзеге асты. 8 деген максимум саны, оның индексі 4. Біздің есебіміз дұрыс шығарылды. Және де мен жазып өткен мысалдың барлығын өздеріңіз практикалық іс жүзінде менен қайталап жазып отырыңыздар. Сонда барлығы түсініктірек болады. Сабақта қорытындылай келе бақылау сұрақтары берілген. Осы сұрақтарға комментарий астына жауап қалдырыңыздар. Яғни бірінші сұрақ массив дегеніміз не? Екінші сұрақ массив номері, индекс ретінде көп жағдайда алынатын қандай тип? Үшінші сұрақ программада массивті енгізу және шығару қалай іске асады? Төртінші сұрақ массивтің қанша элементтен тұратынын қалай білуге болатынын комментарий астына қалдырыңыздар.